Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді әрі бәріне ұнайтын мясо по-французски дайындаймыз. Рецепті қарапайым, бірақ нәтижесі керемет. Жұмсақ, шырыны сақталған хош иісті тағам. Ендеше бастайық. Ең алдымен осылай тартылған етіміздің үстіне сарымсақты осылай үккіштен өткізіп аламыз. Енді оның үстіне дәмдеуіштерімізді, тұзды, қара бұрышты және паприкамызды салып, қолымызбен осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді көкөністерімізді турайтын боламыз. Ең алдымен картоплымызды осылай дөңгелек етіп, барлығын жұқа етіп турап алатын боламыз. Картоплымыздың бәрін жұқа етіп турап алдық. Енді пиязымызды осылай майда етіп турап алатын боламыз. Мінекей барлық пиязымызды турап алдық. Енді қызанағымызды дөңгелек етіп турап аламыз. Мінекей бәрін турап болдық. Енді табамызға кішкене сұйық май құйып, осылай жағып шығатын боламыз. Енді оның үстіне көкөністерімізді, ең алдымен картоплымызды барлығын жайып шығамыз. Картоптарымыздың арасын қатты ашық емес қылып, бір-біріне тығыз етіп орналастырып аламыз. Картоплымыздың бәрін салып болғаннан кейін үстіне осылай майонезді құйып, осылай жағып шығатын боламыз. Жан-жағының барлығына жеткізіп, енді оның үстіне тартылған етімізді жайып шығамыз. Етімізді жайып шықтық. Енді оның үстіне майдалап туралған пиязымызды осылай қойып аламыз. Енді оның үстіне екінші қатар қылып картоплымызды жаңағындай орналастырып шығамыз. Бетіне шым-шым етіп, тұзды сеуіп шығамыз. Енді оның үстіне тағы да майонезді жағып шығып, үстіне қызанақтарымызды қойып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Енді тағамыз пісем дегенше ірімшігімізді де үккіштен өткізіп дайындап қоятын боламыз. Мінекей біздің тағамыз пісіп шықты. Енді оның үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді осылай сеуіп, 2-3 минутқа қайтадан пешке салатын боламыз. Осындай құрғақ укроптан да бетіне әдемілік үшін сеуіп қойсаңыздар болады. Егер сіз осы тағамды бірінші рет жасап жатсаңыз, уайымдамай барлығын осы рецепт бойынша бірге бірігіп жасап шықсаңыз, міндетті түрде керемет болып шығады. Мінекей біздің мясо по-французски тағамыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Үсті қызарып, іші өте жұмсақ болды. Дәмі керемет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер жасаған болсаңыз, пікірге өз ойларыңызды жазып қалдырып кетіңіздер. Мен үшін ол өте маңызды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.